бүгін біздің сабағымызда, практикалық сабағымызда қарастыратын логикалық деңгейлер, логикалық деңгейлерді интерпретациялау және метакүйе. Метамодельдердің жүйе бар. Естеріңізде болсын, мысалға сіз қазір отырсыз, қыста бәріміз шаршадық па? Иә дейсіздер. Біреу ішімізде шаршаған жоқ әлі, мысал ретінде. Ол бірақ та иә деп қосылса, жалпыламалау. Енді айтам, қыздардың бәрі бүгін шаршап та қойған жоқ, жақсы дайындалып кетті. Жоқ, арамызда біреу екеу бар ғой, дайындалмаған, оны да білеміз. Онан кейін біздің ішіміздегі 3-4 адам болған сияқты еді, қазір жоқ. Шығарып тастап отыр. Кім екенін білмеймін, шығарып тастап, әйтеуір 3-4 адам жоқ. Мета модельдің өзінің мәні өте жоғары. Енді бүгін біздің қызықты тақырыбымыз бұл техниканы қолдануға болады. Өте тиімді. Бүгін шамамыз келгенше 10 минуттың ішінде осыны көрейікші жүргізе аламыз екен. Дайынбыз ба? Келеміз. Логикалық деңгейлер бұл тақырып эмоция бағытында жатады және адамның ойлау сезіну және мінез құлқын қалыптастыру үшін қолданылады. Бізде қоршаған ортада интеграциясы қоршаған ортада мінез құлық. Мысал келтіреміз. Оған жаттығу жасаймыз, солай ма? Бірінші осыны тақырыпты нақты түсіну үшін қазір менторадан мынандай әрекет жасаймыз. Әне, деме қойыңызшы. Мен психолог ретінде қазір. Сіз боласыз психолог, мен клиент ретінде. Мен сізге бір жағдаймен келу. Соңғы кезеңде білмеймін, дәрігерге барсам ауырым жоқ. Ал бірақ басым алып шаршай береді. Түсінбей біреу айтады, ол психологиялық ауру. Не істейсіздер? Ойланасыздар, мынау логикалық деңгейлерін мәнісіне көшетін болса, бірінші мен қоршаған ортамды білуім керек. Сізде әсіресе қандай жағдайда осындай күй, қай кезеңде де қандай адамдармен пайда болады? Олар қандай әсер етеді? Түсіндіңіз бе? Қоршаған орта позициясы. Мен мынандай күймен келдім, мені шаршап жатырмын. Қайда не орналасқан білмеймін, араласып жатыр. Мен қоршаған ортамды білгеннен кейін, сол кезеңде сізде қандай мінез құлық әрекеттер пайда болады? Әрекеттер, іс-әрекеттер пайда болады. Сіз сол кезеңде не істегіңіз келеді, не жасай аласыз? Сол кезеңде. Онан кейін, түсінікті ме? Енді менің қабілетім бар. Мен жалпы мен мынандай адам, өте үлкен адаммын, бірақ та неге екенін білмеймін, осындай кезеңде болмай қалады, қабілетім де жоқ болып қалады. Ұмытып қалам, есім шығып кетеді, басым ауырып кетеді. Көрдіңіз бе? Қабілет сендіру, бұл жерде қабілетті сендіру, қабілеттер менде болмай қалады, өзгеріп кетеді. Оның кейін менде құндылық бар, сендіру болады, құндылық бар. Менің құндылығым бар ма? Мен жалпы өмірде көңілді жүргенді, өте сондай ерекше қасиетті жақсы көремін. Бірақ дегенмен де менде ондай болмайды деп психолог айтады. Сіз не істейсіз? Енді сендіру үшін не істейсіз? Менің құндылығымды анықтадыңыз ба? Анықтаған жоқсыз. Менің негізгі құндылығымды анықтауыңыз керек. Сендіре алдым ба? Ол құндылық деген не? Мен нені жақсы көремін? Қандай жетістік? А біз құндылықтан кейін уже сенім пайда болады ғой? Иә, мен мысалға қандай өмірде сіз қандай адамсыз? Мысалы, мен көңілді адаммын. Қуанышты жүргенді жақсы көремін. Көрдіңіз бе, көңілді, қуанышты. Мен көпшіліктің қуанғанын жақсы көремін. Мен мынандай адамдардың жеңімпаздар бар, жеңілгіштер бар. Жеңімпаз адамдардың бәрінің жеңімпаз болғанын қалағым. Жеңілгенін қалаймын, мен бәрін соны қолдағым келеді деген мағынада мен құндылықтарымды анықтайсыз. Онан кейін жеке тұлғалық ерекшелігім бар. Яғни мен қырсықтан кейде көнбей қалам. Сіз қалай қарайсыз, сол қырсықтан арылуға болады? Көңілім болмаса басым ауырса ештеңе істегім келмейді. Ал содан арылғым келеді. Қалай арыламын білмеймін. Менің миссиям не болып тұр?
көңілді өмірде жақсы сезіну. Көңілді. Сонда мынау үшбұрышыңыз пирамида деп айтамыз. Сол пирамида, Маслоудың пирамида сияқты әрекет жасау керек. Ал бұл жердегі бірінші қоршаған орта мінез-құлық, қабілеттер, құндылық сендіру, тұлғаның өзара ерекшелігі, миссиясы бір үшбұрыштың бойында ретпен орналасса, жағымды шешім маңызды рөл атқарады екен. Солай ма? Сонда айтыңызшы, миссия деген не? Өзімнің істеген, уже бітірген бұл мысалға сіздің Менің мақсатым, менің миссиям. мақсатыңыз бар ма? Оқуды бітіру, жағымды аяқтау. Сол миссия сізді қазіргі кезде миссия. Бүгінгі сабақты сәтті айтып беру сабақ. Миссия. Солай емес пе? Міне миссия қалай болу керек екен? Жағымды, адамға пайдалы зат. Ол тек қана сізге емес, басқа адамдарға да пайдалы болу керек. Ол үшін белгілі мақсаттың арқасында міндеттерді шешу керек. Енді сонымен біз логикалық деңгейдің интеграциясын жасаған кезеңде қоршаған ортаға мінез қабілеттерге өздерінің арнайы сұрақтар бар ма екен? Айтыңызшы, қандай сұрақтар қоюға болады екен? Кеңістік якорьлерді дайындаңыз. Якорьлерді дайындау. Кеңістіктегі якорьлер Бүкіл ол деген кинестетический. Иә, кинестетикалық, тек қана визуалда. Оны үш тұрғымен якорьді бекіту керек. Якорь дегеніміз не екенін білесіздер ғой? Айтамын. Келесі тақырыпты қарайды екенбіз ғой, да? Енді бұл жерде якорь деген, мен қысқа айтып кетейін. Якорь деген бір нәрсені қондыру. Якорь естеріңізде ме? Кемеде судың жағасына келген кезеңде якорь тастай салады ғой. Не үшін тастайды? Кеме кетіп қалмас үшін. Иә, соны бекіту үшін тұру керек сол жерде. Адамдар мініп отырғанша, болмаса кемені дайындағанша сол жерде болу керек. Солай ма? Сондықтан бұл жерде қорытындылай келе не айтуға болады? Осындай логикалық деңгейлер мен энтропилер адам санасының құрылымын, эмоцияларын және іс-әрекеттерін түсінуге мүмкіндік береді. Бұл модель адамның мақсатқа жетуіне, өз миссиясын табуына және ішкі мотивациясын күшейтуге көмектеседі. Рахмет. Түсінікті ме? Сұрақтарыңыз бар ма? Рахмет.